Құрметті қазақ елі, сүйінші ат бөркіңді көкке қазақ. Міне керемет жаңалық болды. Мен баяғыдан бері айқайлап, зарлап жүредім ғой. Бізге Қазақстанға легионерлер керек емес деп. Міне, менің сөзім Алланың құлағына жетті ғой деймін. Біздің жоғары жақ, яғни билігіміз, бүгіннен бастап ешқандай легионерге өкіметтен, яғни бюджеттен ақша төленбейді деген заңға қол қойды. Керемет емес пе? Өте керемет. Былай ғой әңгіме. Мысалға сен футбол клубы болсаң, сен футбол клубына жылына бір өкіметтен бір сумма бөлініп тұрады, сол суммадан алып сен легионердің ақшасын төлеуге құқығың жоқ. Легионер алғың келе ма? Қайдан табасың ақшаны өзің біл, бірақ бюджетке тиіспе деген заң шықты ағайын. Керемет, қуаныштымын сөздің ашығын айтқанда, себебі легионерлер деген біздің елден келеді, ақшасын алады, жаңағыдай ойнаса ойнап береді шығар енді қолынан келгенше, бірақ жанын бермейді, себебі ол біздің топырағымызға аунап өспеген, қазақтың иісін иіскемеген, сондықтан бір қазақтың елі үшін терлейді дегенге мен сене алмаймын. Сондықтан жоғары жаққа тағы да айтам, керемет дүние жасадыңыздар, 100% мен сіздерді қолдаймын, молодцы. Осындай жаңалықтар бола берсе, біздің еліміз өркендейтініне керемет дүние деп ойлаймын, себебі легионерсіз біз одан да өзіміздің спортшыларымызды дамытамыз. Алға қазақ елі, қуаныштымын.